Армысың ұлт алашым, қасиет қазақ халқым. Асқар Бақадыр, ұлт жанашыры, Қарағанды шаһары. Бүгін 18 наурыз 2025 жыл. Бүгінгі тікелей эфирімнің тақырыбы өлең шумақтарымен басталады. Нұр мешітінен не пайда, жүрекке иман бермесе, тоңқаңдаған жігіттер, ел қорғаны бізге ермесе деген өлең шумақтарын шығарған болатын былтыр Алматы абақтысында. Мен қамап тастағанда Назарбаев болады, сілімтік ит өлгенде сол жаққа барғам, қазір қабірінен қазып жұлып алам деп. Сонда мен қамап тастаған болатын оңбағандар Лобачевский оңға. Енді мен айтайын дегенім, бүгін төрт әлеуметтік топқа. Біріншісі, жаңағы Нұр мешіттерде тығылып отырған теке сақалды өсіріп ап, әкесі өлмей жатып, біздің тепсе темір үзетін жігіттер, міне, тәуба шүкір, соғыс жоқ деп жүрген. Тәуба, тәуба, шүкір, шүкір, сүмірейіп, сол мешіттерге тығылып алған. Екінші топ, сол спортшылар, өтірік туды ұстап алып, қазақтың ойбай біз атын шығарып жүрміз деп, өздері негізінде биліктің сойылын соғып отырған спортшылар, Гена Головкин сияқты, одан кейін әлгі кім бар анау, осы жерде шығыста тележка итеріп жүрген, атын ұмытып болдым, ММА-шік. Одан кейін әлгі әншілер, бишілер, Қайрат Нұртас, Димаш Құдайберген сияқты төрт топқа. Төртінші топ, мынау өзін осы Қарағандыда болсын, қай жерде болсын, біз қылмыстың әлемінің серкелеріміз деп жүрген, мынау біреулерге әңгіме айтып, бір-біріне әңгіме айтып, қазақтарға, міне, басқа орыстарға, ешкімге, келімсектерге кіріп атқан, әңгіме айта алмай жүрген, міне, өздерінше сол орысша айтқанда авторитеттерге, міне, Қарағандының болсын, қайсының болсын, төрт топқа, әлеуметтік топқа бағыттаймын бүгін тақырыпты. Енді мен айтайын дегенім, міне, Димаш Құдайберген деген бар, шіңкілдеген. Өзінше әлемге мен таныттым қазақты деп. Сен әлемге, Димаш, неге Қытайдан мысалға талап етпедің? Әлемге таныттың өзіңше қазақты. Ал енді қазағың 500 мың Қытайдың концлагерінде отыр. Соны екі сөз айта алмасаң сен Қытайларға, өлеңді айтып, ана жақтан ұпай жинаған сен, Димаш. Сенің істеген іс-әрекетің, барлық өлеңің 5 тиынға тұрмайды. Егер сен қазақтың мұң-мұқтажын ойламасаң, миллиондап доллар ақша салсаң, содан кейін 19 жыл отсың ғой, Нұршайтанның қасында битіп, иығына қондырып алған сияқты. Әлгі бір тоты құсты. Сондықтан да мен айтып отырмын саған, Димаш, сен қандай қазақ халқының әншісі емессің. Сен сол Назарбаевтың, ар жағында Тоқаевтың әншісің, шегірткесің. Нұртасың бар, одан кейін әлгі кімің бар, Төреғали деп, наркотикті психотропны қабылдап, жертеп біліп жатты ғой Алматыда, оңбаған. Міне. Сондықтан да сендер халықтың қанын сүліктей суырып ақшасын, тек қана халықтың мұң-мұқтажын ойлаған адам емессіңдер. Негізінде мынау әртістерге мен айтайын, біздің Дулатжанымызды өлтіріп кеткенде осы Нұрбилік. Бізге, мен бір-ақ адамға осы ризамын, осы әртіс сымақтардың арасынан. Нұрлан Албан, бітті. Қалғандарың, оңбағандар, көңіл айта алмадыңдар бізге. Қазақ ұлт жанашырларына Дулат Ағаділді біздің өлтіріп кеткенде. Екі сөз көңіл айтуға жарамадыңдар. Міне, Нұрлан Албанға ғана мен ризамын. Енді жарайды, әншілерді қойық, әншілер түсінікті. Әншілер, бишілер, таксистер, олар любой неге қызмет етеді деп Колчак айтып кеткен ғой кезінде. Генерал Колчак, адмирал Колчак. Енді
Мен екінші неге көшейін, мынау спортшыларға. Өтірік анау ана жаққа барасыңдар, алтын. Сметов, сен атын шығардың ба? Кімнің атын шығардың сен? Қазақ халқының атын шығарған жоқсың сен. Сен биліктің кәдімгідей атын шығардың, болды. Мынау ұры қылмысты биліктің. Саған асфальт сап берді, Қызылордаңда бітті. Бар тапқаның сол. Ешқандай құрмет жоқ. Сондықтан да спортшылар, ММА-шіктер, бәленбайың жүрсіңдер міне. Ойбай, ура, өтірік, анау туды желбіретіп, атқа мініп міне. Ерді жерді қорғайтын сендер тепсе темірдетін жігіттер, бірақ халықтың мұң-мұқтажын ойлап атқан сендер жоқсыңдар. Беттерің айтайын. Одан кейін мынау біздің жүрген әлгі бір, мен авторитетпін, мен анаумын, мынаумын деген әлгі. Осы біздің Қарағандыда да көп. Мен өзім 90 жылдары өсіп өндім. Мысалға 68 жылғымын. Бәленбай ұрыларын, бәленбай осы қарақшыларын көргем осы Қарағандының. Бір спорт залға бардық, бірге айқастық, шабыстық, атыстық деген сияқты міне. Женя Айнабек деген көз алдымда осы 93 жылы 10 қазанда атып кетті. Мен Майқұтта тұрғанда, мысалға. Одан кейін Төле деген болды, Төлетай. Оны да атып кетті, мысалға. Сондықтан да мен айтарым, міне, мына жерде жүрсіңдер міне. Заңғармын, анаумын, мың болатпын деп, бір-бірлеріңе әңгіме айтып. Міне, мысалға, сендер өздерің, қазақтың беткүстар жігіттеріміз дейсіңдер, анау қаңғып келген қаңғыбастарға, келімсектерге, осы елдің болып жатқан жағдайына неге сендер алаңдаушылықпен қарамайсыңдар? Қазір тығылып үйде отырсыңдар, мысалға. Сендер енді былайша айтқанда авторитетпіз дейсіңдер, беткүстар. Беткүстар авторитет деген батыр адам деген сөз ғой. Сонда сендердің батырлықтарың қайда? Бір-біріңе әңгіме айтқан нелерің қайда? Мен айтам, сендердің істеген істеріңе көк тиын беремін. Қазір елдің жағдайына туған мынау қиыншылықта, ел басына күн туғанда, сендер бастарыңды көтермесеңдер міне. Сендердің ана істегендерің, бір-біріңе әңгіме айтқандарың міне, көк тиын, мен сендерге айтайын. Қазақты сендер қазіргі уақытта біріктіре алмасаңдар, ертең сендер кімге айтасыңдар? Қытайға айтасыңдар ма, анау қаптап кіріп атқан? Үндістерге айтасыңдар ма, міне, сүмірейіп Алматыда жүрмін, қазір мен барам көк базарда міне. Қазір қазаққа орын бермейтін болыпты міне, үндістердің тұрып алады ортаға міне. Міне болып атқан нәрсе. Жолда бермейді міне қазір қазағыңа міне. Сүмірейіп айналып өтіп жүр қазақтарың міне. Дірілдеп қалшылдап. Осындай жағдайға жеттік, ал. Не болдыңдар, айтшы маған. Ағын біреуін алдымда лақтырып жедім, жағасынан алдымда. Пошел отсюда. Кет отсюда. Мен үшін келген жоқсың сен мына жаққа. Қаңғырып келген қаңғыбас. Сен кіргізіп атқан ана Тоқаев, Назарбаевпен. Маған 5 тиынға керегі жоқ. Қазағымның жүргені жақсы одан да маған. Өзімнің қазағым сүмірейіп жүрсе де жүрсін. Сондықтан да намысты оятыңдар. Анау алтындарың, анау бүйтіп таққан. 5 тиынға керегі жоқ ешкімге де. Ана Генада жүрген, міне, Головкин. Арты не болды міне? Бәрі подставной, договорной матчтармен ақырында тұмсығын бұзды міне. Сауль Альварес. Саульдің өзі көп қазақ міне. Шапанды киіп алып міне, қазақты ұлықтады. Ұлтын. А Генаң не болды? Сатыққан ол, кәдімгідей міне. Путиннің күшігі. Сондықтан да оянайық. Ана ар жақтарыңдағы мынау арды оятыңдар міне. Авторитет біз дейсіңдер, анаумыз дейсіңдер міне. Әңгіме айтқанда сондайсыңдар бір-біріңе. Ертең әңгіме айтатын әңгімелерің жоқ болады міне. Қытайың әңгіме айтасың ба? Ертең. Анау мешіттеріңнен де алып шығады сендерді міне. Сақалдарың сапсиып соның ішінде отырсыңдар. Ана Ұйғырстанның кебін киесіңдер міне. Ұйғырстанда солай болған міне. Бәрі жүрген сөйтіп. Тәуба шүкір, соғыс жоқ деп міне. Сол айтайын деген. Назарларыңызға рахмет. Асқар Арғын Баһадүр. Қош саламатта болыңыздар.